Қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше деген сағат бір 12:30-да ма қайттық қой. В общем, примерно үйге келдік. Сонымен 1 сағаттан кейін ұйықтадық. Аңсарда шаршап қалған, бәріміз шаршап қалғанбыз ғой. Соны ұйықтап, жаңа қанша тұрдық азында бірақ ерте тұрдық, 9-да тұрдық. Сонымен қазір енді үйдеміз, папамыз жұмысқа кетті. Ар жақта үйдің шаруасы ғой. В общем, әлі біте алмай жатырмыз бір ғой. Әлі жете алмай жатырмыз. Ничего, бірақ болды, почти бітіп тұрмыз. В общем, бізде қазір үйге біреу келді. Угадайте, кім? Енді былай не істемей қояйын. Постоянно көбісіне енді қызық болып жүрген еді ғой. Менің туған братишкам, туған інім қосылайықта отырғаныңызды айтатын едім ғой. Қазір сол өзімнің братишкаммен таныстырамын сіздерді. Былай адамдардың барлығы айтады, екеуің жаман ұқсайсыңдар. Рахат саған ұқсайды деп айтады. Есімі Рахат менің інімнің. В общем, бізде 3 қыз, бір ұл ғой. Енді мамамыздан. Мамамыз бір, бірақ әкелеріміз басқа. Міне. Тамызға ұқсай ма? Таныс қойыңыздар. Десе бірдеңе, неме алдың? Қаншадасың? Қаншада ойнайсың? 22. 22 толып жатыр. Бүгін 12-ден кейін туған күнім, 19-ым. 22 жасар. В общем, осы. Шымкентке қайтып бара жатырмын. Шымкентке кетіп бара жатыр. Бүгін келді енді. Не уақыт тауып, в общем, ұқсаймыз ба айтыңыздар, қай жерлеріңіз ұқсайды? Көп ұқсатады негізі. Сестренкамнан қарағанда Рахат екеуміз қатты ұқсатады. Сол. Бүгін келді, енді уақытын тауып, әні келем, міні келем деп. Қазір енді отырмыз, тамақ ішеміз. Аңсар бар қасымызда, жаным жүр. Аңсар енді үйренді. Жаңа жатырқап сөйткен еді, қазір үйреніп қалды. Ән, көрдің бе, саған келіп жатыр уже. Сау. Aşk var gece yarısında, eski yağmurlar şarkı söylüyor. Сіздермен бір әңгіме айтайын десем, Аңсар мына жақта жылап жатыр. Почему ты так плачешь? Осылай болып жатыр. Үйде папасы жоқ, короче, біліп жатыр мен ғана екенмін соған.